Ольга Балабашина қаламыздағы жас дизайншілердің бірі. Колледжде білім алып жатқан тігінші биылғы жылда өзінің бағын алтын жіп 2019 сән байқауында сынамақшы. Өткен жылғы байқауда орын ала алмаған дизайнер бұл жолы өзінің жұмыстарының ерекше стильде болатынын айтады. Я люблю такого рода мероприятия. Биыл мен ерекше стильді киімдерімді тігіп көрсетемін. Өткен жылы тәжірибем жетпеген шығар деген ойдамын. Биыл бар күшімді салып жатырмын. Қалада жетінші жыл қатарынан өткізілетін алтын жіп 2009 байқауы Теміртау мен Қарағанды қалаларының барлық талантты жас дизайншілері мен модельдердің басын қоспақ. Биыл сайысқа 10 саусағынан өнер тамған 9 дизайнер қатысады. Ольга Балабашина да сән байқауына ерекше дайындық жүргізіп жатыр. Мне очень нравится вдохновлять людей. Маған бұл жұмыс өте қатты ұнайды, себебі киімдер арқылы адамдарды сұлулыққа құлшындырасыз. Бұл жұмыс бақыт әкеледі. Биылғы жылы орын алам деген үміттемін. Жас буын дизайнерлердің жұмысын еліміздің кәнігі сән мамандары өз бағасын береді. Олар дизайнерлердің жұмысынан бөлек модельдердің жүріс-тұрысына тіпті бояну ережелеріне дейін қатаң мән береді. Шараны ұйымдастырушы Марина Олегқызы биылғы жылда сән байқауы қатаң талаппен өтетінін жеткізді. В этом году стартует уже 7-й раз. Жылдан жылға жас дизайншілердің еңбегі жоғарғы деңгейде көрсетіліп жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда бір саты өсетіне сенімім мол. Өнерлі болу жас ерекшелікке қатысты емес. Біздің қалада осы сала дамып келе жатқаны қуантады. Сән байқауы қаламызда 27-ші қаңтар күні қалалық мәдениет үйінде өтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша биылғы сән жарысында Fashion of the Fusion of Қазақстан жинақтамасы ерекше болады. Себебі бұл жинақтама Ресейде өнер көрсетіп, жоғарғы бағаға ие болған.